Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы видеопад редакторының мүмкіндіктері. Бүгінгі сабақта үйренеміз видеопад редакторының мүмкіндіктерін, видеопад редакторы құралдар тақтасының мүмкіндіктерін. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Видеопад редакторы құралдар тақтасының қызметімен толықтай танысып алайық. Осы құралдарды пайдалану арқылы біз видео жазбаларды дайындаймыз, оларға әсерлер қосамыз, суреттер, мәтін титрлерін енгізуге мүмкіндік алатын боламыз. Ашу, видеоны экспорттау, нысандарды кірістіру, жобаны сақтау, файл қосу, мәтін кірістіру батырмалары орналасқан, және де флашка кірістіру, жазу, видео әсерлер және аудио әсерлер орналасқан. Нысандарды кірістіру батырмасы видеопад редакторының маңызды құралдарының бірі болып табылады. Нысандарды кірістіру батырмасы арқылы біз видео жазбаларға қарапайым мәтін, анимациялы титрлер, суреттер кірістіреміз және бос фондармен безендіретін боламыз. Сонымен қатар мәтін кірістіру батырмасы арқылы мәтінге әртүрлі әсерлер, титрлер, мәтін түрін өзгертуге, өлшемін өзгертуге, орналасуын өзгертуге мүмкіндік алатын боламыз. Жазу батырмасы арқылы видео, дауыс, экран бетін түсіруге мүмкіндік алатын боламыз. Сонымен қатар видеопад редакторінде маңызды құралдарға мәтіндік әсерлер, аудио әсерлер, видео әсерлер және ауысулар да жатады. Видеопад бағдарламасында мәтін кірістіру батырмасымен жұмыс жасап көрейік. Видеоға мәтін кірістіру үшін мәтін кірістіру батырмасын басамыз. Және бұл жерде біздер өзімізге қажетті титрлерді таңдап алуымызға болады. Алдымызда осындай терезе ашылады. Бұл жерде текст заголовка деген жерге өзімізге қажетті мәтінді жазамыз. Вагон. Және де түсін өзгертуімізге болады. Түс батырмасын басқан кезде біздің алдымызда түстер көрсетіледі. Қалам сияқты белгішені басу арқылы өзімізге керекті түсті белгілеп таңдап алуымызға болады. Және де окей батырмасын басамыз. Сонымен қатар берілген жазуды қалыңдатуға, қисайтуға, астын сызуға болады. Және берілген анимацияның уақытын және клип ұзақтығына байланысты уақытын өзгертуімізге болады. Енді бірге байқап көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай біздің жазуымыз түсі өзгерді, қалыңдатылды, қисатылды және де керекті анимациямен жазылды. Терезелердің атауларын сәйкестендір. Өзіңді тексер. Жарайсың. Тапсырма, сұрақтарға жауап беріңіз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.